Желіде шұғыл ақпарат. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Ақтөбедегі арнайы операция, 2 адам қаза тапты. Ақтөбе қаласында 40 жастағы ер адам жеке үйде адамдарды кепілге алып, полиция арнайы операция нәтижесінде кепілге алынғандарды босатқан болатын. 24 KZ порталының мәліметінше, зардап шеккен қыз ауруханаға жеткізілді. Оның жағдайы ауыр, алайда 67 жастағы анасы мен 75 жастағы өгей әкесі қаза тапты. Анасы жедел жәрдем көлігіне көз жұмса, ал өгей әкесі операция үстелінде жан тапсырды. Жедел қызметтер күдіктінің бұрынғы кепілге алынған әйелмен таныс болғанын анықтады. Ол қандайда бір талаптар қойған. 3 сағатқа созылған келіссөздер мен күдіктінің талаптарды орындаудан бас тартуынан кейін мұқият дайындықтан соң арнайы операция жүргізілді. Күдікті оқиға орнында тұтқындалды. Сарайдағы жертөледен пышақ жарақаттары бар әйелдің қарт ата-анасы табылды. Өкінішке қарай оларды аман алып қалу мүмкін болмады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.